Қайырлы күн, құрметті телекөрермен. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжайық телеарнасындағы тікелей эфирдегі брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы Батыс Қазақстан облысында ЖРВ мен тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай туралы. Аламызға келген құрметті спикермен таныстырып өтейін. Нұрлыбек Ермекұлы Мұстаев, Батыс Қазақстан облысы санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Аламызға қош келдіңіз, Нұрлыбек Ермекұлы. Сөз тізгіні өзіңізде баяндауға рұқсат. Қалғын құрметті телекөрермендер, облыс тұрғындары мен қонақтары, жалпы облысымыздағы жіті респираторлық вирустық жұқпа мен тұмау ауруының эпидемиялық жағдайын тоқтай өтейін. Енді жіті респираторлық вирустық жұқпа мен тұмау ауруының жағдайы бүгінгі таңда, егерде былтырғы жылдың осындай кезеңімен салыстыратын болсақ, төмендеуі байқалады 28,7%-ға. 1 қазаннан бастап, яғни осы эпидемиялық кезең басталғаннан бері облысымызда 70 мыңнан астам жіті респираторлық вирустық жұқпаның жағдайы тіркелген болатын. Оның ішінде көп бөлігі, яғни 14 жасқа дейінгі балалардың арасында 50 мың жағдай тіркеліп отыр. Соның ішінде 1 жасқа дейінгі балалардың арасында 1644 жағдай тіркелген болатын. Және де осы эпидемиялық кезеңде 462 жағдайда бұл жүкті әйелдердің арасында осы жіті респираторлық вирустық жұқпа тіркелген болатын. Тамыз айында Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы жарияланған болатын. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес, егерде осы мектеп қазіргі таңда енді жаңа оқу жылы басталған болатын 3-ші тоқсан. Сондықтан енді қазіргі таңда бізде жіті бақылауда бұл мектептердегі оқушылардың және қызметкерлердің арасындағы осы жіті респираторлық жұқпаның болдырмауы, сонымен қатар күнделікті мониторинг жүргізілуде. Егерде осы мектеп оқу орындарда оқушылардың арасында аурушаңдық деңгейі 30%-дан жоғары болған жағдайда, бұл жерден мектептер онлайн форматқа ауыстыру жөнінде қарастырылатын болады. Қазіргі таңда оқушылардың арасында 30%-дан астам ондай жағдай тіркелмеді. Дегенмен де осы жалпы аурушаңдық эпидемиялық кезең басталғалы бізде оқушылардың арасында 3 мыңнан астам жағдай тіркелген болатын. Бұл енді 1 қазаннан бастап. Сонымен қатар 1 қазаннан бастап облысымызда тұмау ауруының жаңағы 61 жағдай тіркелген болатын. Оның толығымен жаңа вирусологиялық зерттеу қорытындысы бойынша тұмау ауруының А типі H1N1 тіркеліп отыр. Сонымен қатар жас құрамға келетін болсақ, бұл жерде енді көп бөлігі осы 14 жасқа дейінгі балалардың арасында тіркеліп отыр. 0-4 жастағы балалардың арасында 18 жағдай болса, 4 пен 15 жастағы балалардың арасында 22 жағдай тіркеліп отыр. Қалған жағдайда бұл ересек адамдардың арасында. Сонымен қатар тұмау тәріздес емес вирустарда тіркелуде. Бұл жерде аденовирус, риновирус, боковирус, парагрипп, метапневмовирус, РС вирус және пандемиялық емес коронавирусты облысымызда тіркелуде, яғни айналымда бар деген сөз. Сонымен қатар соңғы осы апталарда облысымызда бір келкі сұрақтар болатын. Бұл метапневмовирус жалпы республика көлемінде тіркелген жағдайда біздің облысымызда бұл жағдай тіркелген болатын метапневмовирус. Енді бұл айтып кететін болсақ, барлық осы метапневмовирус болсын, басқа да жаңағы айтып өткенде аденовирус, боковирус, бұл барлығы да осы жіті респираторлық вирустық жұқпаның түрлері. Айналымда жыл сайын жалпы облыс деңгейінде бұл тіркеліп келеді. Сондықтан енді бұл жерде барлық осы тек қана метапневмовирусқа көңіл бөлмей, басқа да осы аденовирус секілді, парагрипп секілді вирустар барлығы да енді осы айналымда болғаннан кейін клиникалық белгілері де бірдей ол басталады, яғни ауру біртіндеп жаңағыдай дамиды, әлсіздік, мұрыннан су ағу және құрғақ жөтел басталады, содан кейін ылғалдыға айналады. Яғни егерде осы қандай да бір осы жіті респираторлық вирус жұқпаның белгілері пайда болған кезде медицина көмекке жүгінбеген жағдайда оның жаңағы ауыр түрлері бұл асқынуға әкелуі мүмкін. Бұл жерде енді өкпенің асқынуы, пневмония мен бронхит, сонымен қатар жоғары тыныс жолдарының асқынулары, отит, синусит, ринит, трахеит секілді, және де жүрек тамыр жүйесінің асқынулары, миокардит пен перикардит және жүйке жүйесінің асқынуы, бұл менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгия секілді жаңағыдай асқынулар пайдалану мүмкін. Сондықтан ең бастысы бұл дер кезінде медицина көмекке жүгіну қажет. Жаңа айтып өткенде енді 3-ші тоқсан басталды. Қазіргі таңда енді міндетті түрде жаңағы оқу орындарының, жаңа балабақшаларының меңгерушілері осы Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы және де денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтарын орындау қажет. Бұл жерде міндетті түрде осы оқу процесін тоқтатпау үшін, эпидемиялық жағдайды тұрақтандыру үшін
үнемі бақылауда ұстау үшін міндетті түрде жаңағыдай әр оқушы немесе қызметкерлердің мектепке және де жаңағыдай білім беру мекемесіне келген кезде міндетті түрде оның мониторинг жүргізіп өту керек, не үшін қатыспаған жөнінде. Және де егер де осы жіті респираторлық вирустық жұқпа мен тұмау ауруының белгілері пайда болған кезде міндетті түрде оны уақытылы шектеу керек, және де медициналық қызметті шақыру керек. Таңғы сүзгі ұйымдастыру керек, яғни бұл жерде қандай да бір жаңағыдай дене қызуы болған, жіті респираторлық вирустың белгілері бар қызметкерлер болсын, балалар болсын, оқушылар болсын, оларды мектеп табалдырығына немесе балабақшаға кіргізбеу қажет. Сонымен қатар енді бұл үнемі айтып келеміз, білім беру ұйымдарда санитарлық дезинфекциялық режимді күшейту, үнемі жиі желдету және ылғалды жинап жүргізу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Енді жалпы құрметті облыс тұрғындары мен қонақтары, жедел респираторлық вирустық инфекциялардың таралуына жол бермеу үшін өздігінен емдемеуіңізді сұраймыз. Жедел респираторлық вирустың жұқпаның қандай да бір белгілері пайда болған кезде міндетті түрде тұрғылықты жеріңіз бойынша медициналық мекемеге хабарлау керек. Және де ауру белгілері бар түшкіретін немесе жөтелетін адамдармен жақын қарым-қатынаста аулақ болу керек. Бөлмені үнемі желдетіп, ылғалды тазалау жүргізіп, және де салауатты өмірін ұстану қажет. Добрый день, уважаемые телезрители, жители области, гости области. На сегодняшний день эпидемическая ситуация на территории Западной Казахстанской области по острым респираторным вирусным инфекциям снизилась на 28,7% по сравнению с прошлым эпидсезоном. С 1 октября, с началом эпидемического сезона, в области было зарегистрировано более 71 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Среди них заболевших детей до 14 лет составило 50 262, в том числе дети до года 1644. Также количество заболевших беременных женщин из общего числа, состоящих на учете по беременности, составило 0,6% или 462 случая. Количество заболевших школьников составило 4,8% от общего числа заболевших 3471. Это данные, дети были зарегистрированы у нас с 1 октября, то есть с начала эпидемического сезона. И так как у нас уже начался третья четверть, в случае увеличения числа больных острых респираторными вирусными инфекциями с общим числом заболевших 30% и более от численности организации воспитания и образования будет осуществлено временное приостановление учебного процесса. Это согласно приказу министра здравоохранения, а также постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. На сегодняшний день школ с количеством заболевших учащихся более 30% на территории нашей области не зарегистрировано. На территории области с начала эпидсезона зарегистрировано 61 случай гриппа типа А, подтип H1N1. Из всех зарегистрированных случаев гриппа 5 случаев среди беременных женщин. По возрастному составу 18 случаев среди детей от 0 до 4 лет, 22 случая среди детей от 4 до 15 лет и 21 случай среди взрослых. Из негриппозных вирусов выявлены аденовирус, риновирус, боковирус, парагрипп, метапневмовирус, РС-вирус и непандемический коронавирус. При острых респираторных вирусных инфекциях негриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости, насморка и сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможно кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям. На прошлой неделе буквально на территории нашей области, среди жителей области поднимался вопрос, это регистрация метапневмовируса. Хочу отметить то, что это тоже разновидность острых респираторных вирусных инфекций, как и негриппозных вирусов, как и аденовирус, риновирус, который циркулирует ежегодно на территории области. Поэтому здесь не надо создавать никакого ажиотажа. Единственный метод – это, конечно же, своевременное обращение за медицинской помощью. Но сам метапневмовирус – это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах, в том числе в Казахстане, в том числе на территории нашей области. Наряду с другими видами инфекций, которые в период сезона подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа активно циркулируют в пространстве, передаваясь в основном воздушно-капельным путем. Здесь необходимо помнить, что мы должны в первую очередь это остерегаться, оберегать себя от осложнений, чаще встречающихся, которые, если при несвоевременном обращении за медицинской помощью или когда занимаются самолечением, возможно осложнения – это легочные осложнения, пневмонии, бронхит, который именно пневмония, который в большинстве случаев может привести к летальному исходу. Да?
Поэтому также осложнения со стороны верхних дыхательных путей и лор-органов, отиты, синуситы, риниты, трахеит, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, миокардит, перикардит, и осложнения со стороны нервной системы, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, неврология, полирадикулоневриты. В связи с подъемом заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 16 августа 2024 года о проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной инфекции на эпидемический сезон 2024-2025 годов, руководителям организации образования всех форм собственности необходимо обеспечить проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирования медицинских организаций. Организацию проведения ежедневного утреннего фильтра на объектах воспитания для недопущения лиц с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции. Организацию своевременного отстранения выявленных при утреннем фильтре детей с признаками острых респираторных вирусных инфекций гриппа, направление их в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом. Организацию изоляцию заболевших в течение дня детей, посещающих организацию образования до прихода родителей. И усиление санитарно-дезинфекционного режима в помещениях образования, частое проветривание помещений и проведение влажных уборок. Уважаемые жители и гости области, просим не заниматься самолечением во избежание распространения острых респираторных вирусных инфекций. При появлении первых признаков ОРВИ, это лихорадка, головная боль, слабость, обязательно обращайтесь в медицинские учреждения по месту жительства и следуйте всем рекомендациям врача. Напоминаем, что во всех медицинских организациях действует масочный режим, работают фильтр-кабинеты, куда вы можете пройти при первых клинических проявлениях острых респираторных вирусных инфекциях. Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы вирусных инфекций, таких как чихание или кашель. Регулярно проветривайте помещение, проводите влажную уборку и, конечно же, необходимо вести здоровый образ жизни. Спасибо. Рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоюға рұқсат. Канал Акжаик. Нурлубек Ермекович, ну, мне кажется, все-таки неспроста, да, у населения такой ажиотаж вызывает заболевания с новыми названиями, как метапневмовирус в том числе, потому что, ну, нет семьи в регионе, которую бы не затронул коронавирус, да, многие потеряли родных во время этой эпидемии, поэтому это страшит. Название сложное – метапневмовирус. Что же это все-таки такое? Давайте простым языком объяснить. И можем ли мы это самостоятельно дома понять, что начинается и развивается именно это заболевание? Или действительно лучше прийти в поликлинику, где сделают тест, который и скажет, чем, собственно говоря, болен человек? На сегодняшний день, давайте, если простым языком говорить, то что кроме гриппа есть и негриппозные заболевания, которые я перечислял до этого. Аденовирус, парагрипп, риновирус. Все они только подтверждаются только лабораторно, то есть вирусологическая лаборатория. На сегодняшний день они все, ну это название, те, которые уже изначально этим заболеванием было присвоено. То есть каждый возбудитель, например, аденовирус, есть вирус адена, то есть то же самое и метапневмовирус, который является возбудителем данной острой респираторной вирусной инфекции. Они циркулируют, в принципе, и на территории нашей области, то, что доказывает, то, что наша вирусологическая лаборатория его выявляет. Здесь единственное, то, что просто так пойти в поликлинику, если у тебя насморк, оно может и не дать того результата, который мы хотим, да, чтобы видеть циркуляцию на территории области. Здесь реально имеется алгоритм, то есть человек, когда болеет 3 и более дня, температура стойкая, то есть когда 39 и более держится. В данном случае медицинские работники уже в фильтре, когда проводят опрос, они знают, то, что человек болеет не первые сутки, у него стойкая температура, в данном случае у него отбирает мазок с носа и зева и доставляет в вирусологическую лабораторию на базе филиала Национального центра экспертизы по Западной Казанской области. Это наша лаборатория, которая во время ковида и работала, да? И там же уже выявляют, определяют, какой вирус. Сперва смотрят на грипп и на COVID-19, который ранее был пандемический. Если же грипп и COVID-19 не выявляются, то уже исследуются на вот эти негриппозные исследования. Там же вот и определяется или АД, ну вот эти вирусы, которые я перечислял, негриппозные, в том числе и метапневмовирус. Все они, как я говорил, начинаются с простых симптомов ОРВИ. Ну, на дому, конечно, это определяют инфекционисты, которые медицинские работники, на дому находиться, либо в стационаре. Это по состоянию тяжести больного. И назначают конкретное симптоматическое лечение, определенное такое, ну как
ну, в соцсетях тоже пишется, обратно начнется вакцинация, такого нету. Они все лечатся клинически. У нас вакцинация только предусмотрена против гриппа. Все вот эти негриппозные, они проводятся симптоматическое клиническое лечение против данных заболеваний. То есть это не что-то новое, с чем столкнулось Это человечество? не что-то новое, они циркулируют на территории области, определяются только вирусологической лабораторией, и все клинические принципы начинаются одинаково. У всех, ну, у разных, например, у аденовируса может быть конъюнктивит, например. Может быть, у кого-то кишечный синдром, ОРВИ с кишечным синдромом, у кого-то, может, больше лор-органы затрагиваются, поэтому они характерны, в принципе, для каждой инфекции свои есть характеристики, но в данном случае здесь возможно развитие пневмонии, то есть бронхит пневмонии, поэтому мы должны своевременно не заниматься самолечением, а своевременно обратиться за медицинской помощью. Много у нас таких больных именно с Нет, этим у нас заболеванием? именно негриппозных зарегистрировано более 100 случаев, из них метапневмовирус 4 случая. Это дети до 14 лет. В принципе, двое детей, которые заболели еще в декабре месяце, это было в начале декабря, середины, сейчас уже еще 2 случая, но в принципе состояние, я могу сказать, что у них не легкое, а средней тяжести. Благодарю вас. Рахмет, тағы да сұрақтар болады ма? Рахмет, Нұрбек Ермекұлы, енді облыста осы халықты ЖРВИ мен тұмаудан қорғау бойынша ақпараттандыру шаралары қандай? Тағы да Ақпараттандыру шаралар жүргізілуде ме жалпы жұмыстар? Жалпы қазіргі таңда енді ол негізгі мақсатымыз енді осы қыркүйек айынан басталған енді науқан, ол дейтін жалпы тұрғындарға айтатынымыз бұл жіті респираторлы вирус жұқпаны енді жаңада айтып өткен болатынбыз, енді тұрғындарға жеткізу, өзін емдемеу, үнемі қазір енді көп шоғырланған жерге бармау, ақпараттық енді барлық біздің департаменттің денсаулық сақтау басқармасында сайттарында да біздің пресс-службамыз бар, біз өзіміз бармыз, жаңа телефон арқылы, интернет, жаңа Facebook, Instagram арқылы сұрақтар болса да біз міндетті түрде ашықпыз, жауабын береміз, тікелей эфирге де шығамыз, сіздің осы алаңда да осы тұрғындарға осы жеткізуге тырысамыз. Сондықтан қандай да сұрақ болатын болса, әрине біздер ашықпыз. Бұл жерде енді барлық әлеуметтік желіні пайдаланамыз. Әрине қазір тұрғындардың барлық әлеуметтік желіде болғандықтан, сондықтан енді барлығы да жаңағыдай ашық, көрнекті, барлығы да бар деп айтуға болады. Рахмет, Нұрлыбек Ермекұлы, алаңымызға келіп маңызды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Құрметті телекөрермен, Ақжайық телеарнасындағы тікелей эфиріміз осымен аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.